Күйіп қалған жағдайда үй жағдайында мына қателіктерді жасамаңыз. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Байназаров Олжас Қорғанбекұлы. 14 жылдық тәжірибесі бар травматолог, ортопед және комбустиолог, яғни күйіктермен айналысатын маманмын. Жалпы біліктілігімді Израильде, Түркияда және де Оңтүстік Кореяда арттырып, өзімнің әрқашанда білімді шыңдап отырамын. Осы күнге дейін 2000-нан астам ота жасап, 70 мыңға жуық пациенттерді емдедім. Күйіп қалу, яғни термиялық күйік деп атаймыз. Ыстық сумен, сорпамен, маймен күйіп қалып жатамыз. Әрине өте бір ауыр жарақат, бірақ оған қарамастан оның емі жақсылап дұрыс емделетін болсаңыз, ешқандай зардапсыз емделетін бір ауру. Әрине любой ауру сияқты бұл күйіктің де дәрежелері бар. Өзі 4 дәрежеден тұрады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші дәреже. Үшінші дәреже 2 топқа бөлінеді, А және Б деп. Бірінші дәрежеде көбінесе тек қана қызару болады. Мысалға айталық, шай ішіп отырсыз, бірақ шайге кесеңіз, құйылған шайыңыз 1-2 минут немесе бірнеше уақыт өтті, кішкене суын құрап қалды. Сол ыстықтау, жылы мен ыстықтың ортасындағы күйген күйікті біз бірінші дәреже дейміз. Яғни бұл кезде тек қана теріңіз қып-қызыл болып тұрады. Екінші дәрежесінде көбінесе валдыр, яғни күлдіреуіктер пайда болады. Үшінші дәрежесінде күлдіреуіктер ашылып, ар жағында терінің астына эпидермальный слойдың асты да күйіп кетеді. Және төртінші дәрежесінде ол қараю, яғни терең күйік. Ол дәрежеде көбінесе операция жасау арқылы біз емдейміз. Яғни күйіп қалған пораженный участоктердің бәрін алып тастау керек болады. Енді алғашқы көмек ретінде, мысалға үй жағдайында, Құдай басқа салмасын, үй жағдайында күйіп қалған болсаңыздар, ең алдымен тыныштық сақтауға, паникаға кетпеуге тырысасыз. Бұл бірінші мәселе. Бұл өзіңіз болсын, жақыныңыз болсын, балаңыз болсын күйіп қалған жағдайда ең бірінші нәрсе паникаға кетпеуге тырысасыз. 2. Ағын су, яғни салқын судың астына ұстап тұрсаңыз болады. Немесе салқын сүт, салқын айран, салқын су, мүмкіндік болса салқын нәрсе керек болады. Бірақ осы жерде көп айтады, қаздың майын жағып жіберейік, немесе қызыл май бар, соны жағып жіберейік. Үй жағдайында оларды жағуға болмайды, өйткені оны жағатын, майды жағатын бір кезеңі бар, уақыт бар, ол алда. Мысалға қазір күйсеңіз, майды сразу жақпайсыз. Екінші мәселе, судың астына ұстадыңыз бірнеше уақыт, сосын стерильді салфетка дейміз. Енді салфетка дегенде кәдімгі тамақ жеп болғаннан кейін қол сүртетін, аузымыз сүртетін салфетка емес, арнайы бинттен жасалған салфеткалар болады. Аптекаларда сатылады. Егер таба алмасаңыз, обычный стерильный бинт болсын. Егер оны да таба алмасаңыз, любой бір матаны аласыз, соны жараның, мысалға айталық, қолыңыз күйіп қалды, матаны сол жабық күйінде, яғни жараның бетіне сауып қоясыз. Сосын дәрілер бар, яғни новокаин ертіндісі, лидокаин, өздеріңіз білетіндей, сосын пантенол деген аптекада специальный спрейлер бар, порошок, пена. Оны да себуге болады, новокаинді де жағуға болады, яғни ол местный ауырсынуды басатын бір дәрілер. Сосын төртінші момент, ол дәрігерге барып көріну, яғни комбустиолог деп атайды. Комбустиолог десе халық түсінбейді өзі, кім ол деп. Комбустиолог деген ожоговый врач. Яғни алғашқы көмек көрсету, қысқаша айтатын болсақ, ағын су астына ұстау, зақымдалған аймақты жауып қою, сосын дәрігерге қаралу. Обезболивающий мүмкіндік болса, үйде аптечкаңызде болса, ішіңіз, жоқ болса, аптека жақын жерде болса, алып ішкен дұрыс болады, өйткені ауырсынуды басады. Күйген адам өзі білет, күйген болсаңыздар немесе таныстарыңыз болса, ол жерде қатты ашу процесі болады. Терең күйікте бірінші дәрежеде особо ауырсыну қатты болмайды. Екінші, үшінші, төртінші дәрежесінде қатты бір ауыр сезімі, яғни ашу болады. Көбінесе маған келетін пациенттердің көп қателіктері бар. Үй жағдайында мен ананы жақтым, мен мынаны жақтым дейді. Ең көп қателік ол жұмыртқа. Кәдімгі тауықтың жұмыртқасын ашып жібереді, соны жағып қояды. Енді көбінесе сұраймын, не үшін жақтыңыз деп, олар ол кісілердің айтатыны жараның бетін қатыру мақсатында. Возможно, дұрыс, бірақ қатыру жұмыртқамен емес. Қатыру естественно болу керек. Не үшін? Себебі
бұл тері бізде соткаңыз бар ғой қолыңыздағы, мына сотканың сыртындағы чехол сияқты, мына чехолды алып көрсетейін сіздерге мысалға. Яғни мына чехол, мына сотканы сыртын салып қоямыз. Не үшін? Чтоб бұл сызылмасын, бұл жырылмасын, бұл бұзылмасын, бұл сынбасын. Неге? Өйткені мынау пәленбай ақша тұрады, біз чехолмен соны қорғаған боламыз, мысалға. Дәл солай сіздің денсаулығыңыз Алла Тағала берді аманат қып, бірақ біз аяқ астынан солай күйіп қалдық. Сол күйіп қалған моментте бізде мына тері, яғни чехолымыз повреждаться етеді, яғни зақымдалады. Сол теріміз күйген кезде обычно омертвение болады, яғни өлу болады. Ол тері бірден сол жер өліп қалады, яғни күлдіреп шығып кететін, немесе тері сыпырылып қалып жатады көбінесе. Сол сыпырылғаннан кейін ол тері уже орнына новый тері шығады. Бірақ ол первоначально Алла берген сияқты эластичность болмайды. Мысалға, мына теріні мен бүйтіп тартсам, бұл созылады. Ал күйген орнына шығатын тері, ол уже эластичный емес, яғни оның созылғыштығы өте төмен. Сол үшін ол жер тырысып тұрады, ол жерде бір кейін жара болып біткеннен кейін де тартылып тұрған бір сияқты бір сезім болады. Немесе мысалы алақандарымыз күйсе, буындарымыз күйсе, ол бұлай бүгіп создыртпай қояды. Өйткені ол жердің созылғыштығы өте төмен. Сондықтан мүмкіндік болса, оны алғашқы моменте қатырмауға тырысыңыз. Просто жараның бетін жауып қою керек. Жауып қою желательно таза бір матамен, таза бір стерильді мақтамен немесе стерильді бинтпен жауып қойсаңыз ең дұрысы осы. Содан кейін енді емін дәрігерлер ары қарай жасай жатады, дәрежесіне байланысты. Бұл жерде қазір толық айтсам сіздер түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Арнайы емдері бар. Сол ем арқылы бетіне фибриновый слой, яғни новойдан тері шыққанша біз күтіп бағамыз. Оны ауруханада немесе үй жағдайында, поликлиникада разница жоқ. Содан кейін барып толық тері қалыптасқаннан кейін, яғни жаңадан тері қалыптасқаннан кейін сол теріні жұмсартуға бағытталған ем тағайындалады. Екінші бір жасалатын қателік, жаңа біріншісі жұмыртқа дедік қой, екіншісі картошканың қабығы. Сосын кеше мен тиктокта айтып жатыр, сиырдың жапасы дейді, енді ол өте қателік, оны болмайды. Және зубный паста, тіс пастасы бар ғой, аузымызды шаятын, жуатын, сол пастаны қолдану бұл бір қателік. Сондықтан оны сіздерге қолдануды ұсынбаймын, қолданбай қойғандарыңыз жөн болады. Және ең көп біздің қателіктеріміз, ең көп істейтін ол тұзды су. Тұзды су немесе тұзды бір мата, үлкен кісілер көп қолданады, білмеймін неге екенін. Именно ауылдық жерлерден келетін пациенттерімде көп болады, тұзды суды мен қойдым деп. Енді жақсыларым, көкелерім, қараңыздар, теріңіз сыпырылып қалды. Ол жерге тұз бассаңыз, жараға тұз септі деген бір қазақта бір сөз бар өзі. Жараға тұз септі деп, проблеманы одан сымай ушықтырдың деп айтады ғой. Дәл солай сияқты сіз теріңіз сыпырылып қалған, ол жерге тұз сепсеңіз, ол одан сымай ашытады. Сондықтан ең бірінші мәселе бұл жерде паникавать етпей, тып-тыныш қана алгоритмдермен өзіңіз жасап жатсаңыз, ешқандай проблема шықпайды. Менің практикамда болған, именно тәжірибемде көптеген оқиғалар бар. Бірақ ең қызық емес, ең сорақысы деп айтайыншы, ең көңілімізді түсірген бір оқиға, ол мына Астанаға жақын жерде, осы ақмолалықтар білетін шығар, Ерейментау деген бір аудан бар, ол Ақмола облысына жатады, Павлодарға қарай жүргенде. Сол ауданнан бір баланы алып келді, жасы 4-5-тегі бала. Ол баланың үстіне ыстық су құйылып кеткен, кастрөлді аударып алған, газдың үстінде тұрған. Көбінесе қателік, ана газдың есігін ашып алады да, балалар өзіне қарай басып үстіндегі затты аударып алады. Сол дәл бала солай жасаған. Сөйтіп аударылып кетеді, арқасы, яғни арқа білесіз ғой, мынау арқа полностью көтенге дейін ыстық сумен күйіп қалған. Оны әжесі енді кейіннен сұрадым, бізге алып келген кезде енді быт-шыт болып отыр арқасы, 3 күннен кейін алып келді бізге. Әжесінен сұраймын, не істедіңіздер? Бірінші зубный паста жаққан, сөйтіп көршісі айтқан, бізде құмшекер дейміз ғой, песок, сахардың, песочный сахар деп аталады. Именно сол құмшекерді алып жараның үстіне сепкен ғой.
Мен енді қандай логика бар бұл жерде, қандай не бар мен түсінбедім. Бірақ әжесі кейіннен біздің ашу емес, бір өкінішпен қарағанымызды көрді да, сосын барып мен емес, подружкам айтты, көршім айтты деп секірді. Енді біз құқық қорғау органы емеспіз, біз оны соттата алмаймыз мысалға да. Негізі шетелде болса, Америкада болса мысалға ше, реально соттатып жібереді ол үшін әке шешені. Немесе штраф салдырады үлкен. Бізде Қазақстанда ондай нәрсе қарастырылмаған, сондықтан тек қана жаңағы объяснительный алады, болды, сонымен қоя салады. Бірақ күйіп қалған баланың терісі жоқ, арқасы полностью прямо қып-қызыл болып еті тұр, үстіне құмшекер себу прям надандық деп ойлаймын, ақылсыздық деп ойлаймын. Құмшекерді солай себуге бола ма? Енді не істедік біз? Бізге келді, баланы шешіндірдік, үстіне еще футбол кигізіп болған, кішкенде жаңа участоктың бірнеше жерлері жаймен уже бетіне қабық пайда болып жатыр, бірақ басқа жерлері қызарып тұр. Перевязкаға алдық, қарасақ, арқасында мындай әппақ-әппақ точкалар толып тұрды. Мен түсінбеймін басында, не бұл? Шығып қайтадан сұраймын, әжесі, не істедіңіздер, не септіңіздер? Әппақ-әппақ болып тұр, сөйтсем құмшекер септік дейді. Сонда құмшекер, білесіз, ол шайда еритін зат қой. Примерно 100% су қайнаса 80-90 градуста, немесе 60-70 градуста еритін зат. Анау организмде 36-6, соответственно, ол ермеген да еще. Сол әппақ күйі точка-точка болып былай жиналып қалған. Енді көзіңізге елестетіңіз, алдыңызда бала жатыр, арқасы әппақ майда точка толып қалған. Сонымен енді ұрса алмайсың ол кісіге, жарайды. Сөйтіп алып баланы реанимацияға апарып, жатқызып, шоктан шығарып, содан кейін барып 4 күн бойы наркоз беріп, ана қантты алуға тырыстық. Полностью 4 күн бойы сол этапта алынды. Офтальмологтардың пинцеті бар. Кішкентай тонкий пинцет болады, көзге жұмыс істейтін. Солардың пинцетін сұрап алып, сонымен кіріп, солай алдық. Басында иголкамен көргенбіз, алынбады. Сол пинцетпен барып, сол бүкіл қанттың бәрін полностью алып тастадық. Осындай бір оқиғалар болды. Оның қасында стандартна болатын жаңа картошка жағу, жұмыртқа жағу, зубный паста жағу стандартна, тоқтамайды, ол күнде келіп жатыр. Сондықтан мүмкіндік болса, үй жағдайында алғашқы көмек көрсету мәселесі бойынша ағын су, бетін жабу, дәрігерге бару және обезболивающий ішу. Осыған өте маңызды көңіл бөлу керек. Және осы бала соңында бүкіл қантты алып болғаннан кейін емін тағайындадық. Бір учаскесінде кішкене участок қалды, яғни тереңдеу келген. Ол участокке кейіннен пластика, кожный пластика, яғни басқа іш жағынан ішінен тері алып, сол арқасына қойылды. Бала толықтай жазылды, бірақ, конечно, ожогтың ізі қалды, яғни тыртықтар қалды. Енді ары қарай тыртықтармен бала емделіп жатыр. Достар, келесі видеомда осы күйіктен болатын зардаптар, яғни контрактура дейміз, бүрісулер, қолдың, саусақтың, шынтақтың, аяқтың, терілердің бүрісуі, тартылуы туралы, солардың емі туралы айтатын боламыз. Менің парақшама тіркеліп, осы видеоны жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.